Біздің номер 7 мектеп гимназиямыз ақын жазушы Бейімбет Майлин есімін алды. Және салтанатты түрде 2019 жылдың 23 қазанында атап өтілді. Ендеше сіздерді мектеп мұражайымен таныстырамын. Біздің мектеп мұражайы 5 бөлімнен тұрады. Ең алдымен бірінші бөлігі бұл біздің Қостанай өңіріндегі ұлы тұлғаларға арналады. Ал екінші бөлім бұл біздің би ағамыздың құрметіне, ал үшінші бөлім рухани жаңғыруға байланысты, ал төртінші бөліміміз қазақтың яғни ұлттық салт дәстүрлеріне арналады. Ал соңғы біздің бесінші бөліміміз біздің үздіктің үздігі ұстаздарымыз бен оқушыларымызға арналады. Бірінші бөлім бұл Қостанай өңірінің ұлы тұлғаларына арналады. Мұнда Тәтті Қара Жырау, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин және Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлин есімін біз мектебімізге алғанына өте қатты қуаныштымыз. Ал қазіргі таңның көшбасшылары бұл Сәлімбай Меңдімай, Серікбай Оспанов, Нағашыбай Мұқатов, Ақылбек Шаяхмет. Ал қазіргі таңда бұл кісілер біздің еліміздің өркендеуіне өз үлестерін қосуда. Бейімбет Майлин 1894 жылы қараша айында дүниеге келген болатын. Бейімбет жетімдік пен кедейліктің зардабын көп шеккен. Ал мұнда біздің Бейімбет Майлиннің Ұшқанның белгісі атты шығармасы түпнұсқасы Алматы қаласында орналасқан, ал соның көшірмесін біз арнайы алдыртқан болатынбыз. Ал мұнда Бейімбетке арналған хаттар және достармен хаттары бар. Үшінші бөлімі болып табылады. Мұнда бірінші бөлімде біздің рухани жаңғыруға байланысты, яғни мұнда біздің ұлттық салт дәстүрлерімізді сақтауға, насихаттауға арналған. Мұнда біздің оқушыларымыз бен ұстаздарымыздың үздік жобалары, міне көріп тұрғаныңыздай біздің ұлттық аспаптарымыз, әшекейлеріміз жобалары бар. Ал бұл бөлімде біздің Нұр-Сұлтан қаламыздағы ғимараттардың жобалары. Ал бұл бөлімде біздің ұлттық баспана Киіз үй тарих бетіне 18 ғасырда шыға бастаған, Орта Азия халықтарына кең таралған баспаналардың бірі. Киіз үй негізі қыста жылы, жазда суық болады. Киіз үйдің іші де көптеген бөлімдерден тұрады. Бұнда ер адам мен әйел адамдардың сәндік киімдері және де бесік көбінесе орналасқан. Ал міне көріп тұрғандарыңыздай, мұнда Қостанай өңірінен табылған біздің ыдыс-аяғымыз. Бұл біздің көне жәдігеріміз болып табылады. Бұл біздің 5-ші бұрышымыз, мұнда үздіктердің үздігіне арналады. Бар ізгілік тек білімменен алынар, білімменен аспанға жол салынар деп Жүсіп Баласағұн айтқандай, мұнда біздің үздік ұстаздарымыз орналасқан. Ал бұл бөлімде біздің алтын белгі иегерлері мен үздік аттестат иегерлерін орналастырамыз. Бұл біздің мектебіміздің республикалық және халықаралық деңгейде алған жетістіктері. Бүгін мен сізге біздің мұражайдың 5 бұрышымен таныстырдым. Және мұнда біздің мектебіміздегі жобалар, ақпараттар жыл сайын толықтырып отырады. Біздің мектебіміздің мұражайы оқушылардың болашақта тигізер пайдасы зор.